Кез келген суреттен фонды қалай өшіруге болатынын көрсетемін бүгін. Ол үшін телеграм-каналға кіріп, удалить фон деген ботқа жазылып алыңыздар. Сосын өздеріңіз таңдап алған керекті суреттеріңізді жіберіңіздер. Сіздерге бір 2-3 секундтың ішінде фон удалить етіп, қайтадан жіберетін болады. Мысалы, мен 4 картинканы таңдадым. Сәл күтеміз, және сізге уже дайын болып жіберіп жатыр. Оларды ішіне кіріп, жаңағыдай галереяға сохранить етіп алыңыз, скачать етіп. Мысалы, мен бәрін скачать еттім. Енді, мысалы, Canva-мен мен обложка жасаймын YouTube каналға. YouTube канал болсын, басқа нәрселерге сіздерге обложка керек болуы мүмкін. Сол жерде фон удалить ету үшін керек. Мына жерде мен обычно қара қылып аламын. Астын өте әдемі болады. Және жаңа салған скачать еткен суреттерді қоясыздар. Мысалға міне қараның үстіне өте әдемі болады. И жазу жазамыз. Мысалы, тақырып сіздің обложкаңызда. Мысалы, бұл жерде мен мысли вслух деп жаза салдым. Өздеріңіз мысалы тақырыбыңызға байланысты жазасыздар. И осылай жаңағы уже шрифт, размер, жаңағы түсін әртүрлі жасауға болады. Өзіңізге ыңғайлы етіп, қалай ұнайды, қалай жасаңыз келеді, мысалы өстіп жасап қойдық. Сосын скачать етесіз, дайын болғанда өзіңізге ұнағанда. Келесі фотом қызды таңдағым келді. Мысалы, мүмкін сізге осындай тақырыбыңызға қыздың суреті керек болып тұрған шығар деген сияқты. Тоже размерін үлкейтіп, кішірейтіп, оңға солға төбесіне ғана қойсыз ба, өзіңіз таңдайсыз оның бәрін тоже. Және де тақырып мысалы женские хитрости. Также размер, цвет бәрін таңдап жөндеп өзіңіз қойып аласыз. Сосын мен көрсетейін дегенім сіздерге разницаны. Мысалы, фон удалить еткенде қалай болып тұрады, удалить етпесе қалай, разницасын қазір көрсетемін. Мінекей мынау картина, мысалы, фон удалить етілмеген, яғни арты ақ болып осындай болды. Енді келесі жаңағы телеграм-ботпен мынау менде уже фон удалить етілген, и өте әдемі болады, когда фон удаляете. Мінекей разницасы кәдімгідей. Керек болса, қолданыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер, пайдалы ақпараттармен көп бөлісетін боламын. Достарыңызға жіберіп қойыңыздар.